Дельта банк акционерлік қоғамы ісіне қатысты тергеуді қаржылық мониторинг агенттігі аяқтады. 2012-17 жылдар аралығында Тілеубаев қайтарылмайтын несиелер беру арқылы банктен қаражатты алып шығарған. Тергеу барысында Тілеубаев пен оның туыстарына тиесілі мүлік анықталып, оған тыйым салу туралы санкция берілді. Оның ішінде Чехияның Прага қаласында орналасқан элиталық мейрамхана, 4 бөлмелі пәтер және 3 компаниядағы 100% акциялары. Сондай-ақ Біріккен Араб Әмірліктеріндегі құны шамамен 5 миллион ақш доллары болатын Пальм Джумейрада орналасқан вилла бар. Сонымен қатар Латвиямен ынтымақтастық аясында халықаралық тергеу кепілдігін жіберу арқылы Латвияда орналасқан Вентспилс астық терминалының 100% үлесін қамауға алу санкцияланды. Бұл ретте Тілеубаевқа тиесілі 5 қант зауыты мен 58 нысан проблемалық несие қорына берілді. Сот үкімімен Тілеубаев 10 жылға бас бостандығынан айырылды. Қазіргі уақытта Тілеубаевтың және оның компанияларының заңсыз қызметінің құрбандары ретінде Қазинвестбанк акционерлік қоғамы, Қазақстан даму банкі, зейнетақы жинақтау қоры акционерлік қоғамы болып табылады. Қаржылық мониторинг агенттігі активтерді іздеу және қайтару бойынша жұмысты жалғастыруда.